Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін ақпанның 15-сі. Сабақтың тақырыбы тұңғыш ғалым. Ғалым ученый, тұңғыш первый. Первый ученый. Тұңғыш ғалым. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Тұңғыш первый. Ғалым ученый. Зерттеу исследовать. Білімді образованный. Дарынды, талантливый, үйренді, научился. Қайталаймыз. Тұңғыш, первый, ғалым ученый, зерттеу исследовать, білімді образованный, дарынды, талантливый, үйренді, научился. Біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы тұңғыш ғалым, первый ученый. Мы на этом уроке будем говорить о первом ученом, о Шоқана Уәлиханова. Шоқан Уәлиханов. Оқылым, айтылым, 41-ші бет. Оқы, қайтала. Тұңғыш ғалым, первый ученый. Тұңғыш ғалым, первый ученый. Зерттеу, жасау, делать исследование. Зерттеу, жасау, делать исследование. Дарынды, зерттеуші, талантливый исследователь. Дарынды, зерттеуші, талантливый исследователь. Білімді, зерттеуші, исследователь знаний. Білімді зерттеуші, исследователь знаний. Келесі тапсырмамыз оқылым. Үшінші тапсырма 42-ші бет. Мәтінді оқы. Шоқан ұстаздарынан өте көп білім алды. Мы знаем слово «устаз», «мугалим», «учитель» переводится. Шоқан получил много знаний у учителей. Олардан зерттеу, жасауды үйренді. У них научился делать исследования. Ұстаздары да Шоқанды, дарынды, білімді бала ретінде бағалады. И учителя оценивали мальчика Шоқана как талантливого, образованного мальчика. Шоқанның досы көп болды. У Шоқана было много друзей. Оқу тапсырмасы 42-ші бет, 4-ші тапсырма жазылым. 42-ші бетті ашамыз, тапсырманы табамыз. Жазылым письменді. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Вместо точек нужно ставить нужные слова. Керекті сөздер Ресейде, в России, тұңғыш ғалым, первый ученый, зерттеу жасауды, делать исследования. Значит, эти слова вы должны ставить вместо точек. Шоқан қазақтың тұңғыш ғалымы. Шоқан казахский первый ученый. Ол жас кезінде Ресейде оқыды. Он в маленьком возрасте учился в России. Шоқан өте талантты, білімді болды. Шоқан был очень талантливым и образованным. Ол ұстаздарынан зерттеу жасауды үйренді. Он научился у учителей делать исследования. Үйренді, научился.
Келесі тапсырма айтылым 42-ші бет 7-ші тапсырма. Бұл жерде диалог берілген, диалогты жалғастыру керексіңдер. Сәлем, Әлібек. Сәлем, Саша. Шоқан Уәлиханов кім болған? Кем бұл Шоқан Уәлиханов? Шоқан Уәлиханов тұңғыш ғалым болған. Шоқан Уәлиханов был первым ученым. Ол қандай болған? Он каким был? Ол дарынды, білімді болған. Он был талантливым и образованным. Сонымен балалар, тұңғыш ғалым деген сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.